унижайте тот сыны, мен Нұрдәулет. Керек емес маған все. Нұрдәулет Мұса үшін Айдамен ұрсып қалды. Тікелей эфирден шығып кеткен Нұрдәулет студия сыртында Айдамен тоқтаусыз ұрсып бір-бірін өлтіре жаздады. Мен саған айттым ба, Айда осында бит жүр, елдер айтып жатыр ма саған, сен қызың өстіп жүр деп? Олардың жанжалдасқан дауысы, әсіресе Айданың дауысы студияда естіліп тұрды. Олардың даусын естіген Альмира ханым мен Бутябай абдырап қалды. Олардың ұрысуының басты себебі Нұрдәулеттің Айдамен қарым-қатынасы. Нұрдәулет Айдаға қатты ашуланып, оған ауыр сөздер айтты. Қатысушылар Нұрдәулеттің Мұса деп айқайлаған даусын естігенде ерекше таң қалды. Яғни Нұрдәулет Айданы Мұсадан қызғанып қалды. Мұса әнші, өнерге жақын болғандықтан эфир сыртында Айдамен ән туралы әңгімелескен болатын. Мұны көрген Нұрдәулет Айдаға ашуланады. Үзілістен кейін эфир кезінде Нұрдәулет эфирге кіруден бас тартып, Айдамен оңаша сөйлеседі. Бірақ Айда Нұрдәулеттің сөзін жоққа шығарып қатты ашуланады. Ал эфир кезінде ол эфирге жалғыз кіреді. Мұны көрген Альмира ханым Нұрдәулеттің қайда екенін сұрайды. Айда ашуланып, бұл менің аурамдағы әңгіме деді. Айда қызымыз ешкімнің көңіл күйін түсірмеймін деді. Желі қолданушылары осы жайт туралы өз ойларын жарыса жазды. Айда Нұрдәулет осы үйленеді деп ойламаймын. Жұлынып-жұлқынып өмірі недовольная. Неге қатысады екен өйтіп ашуланатын болса, жұлдыз болып қалған қатыспай қоймаймы? Кеше ботаңда жұлқынып отырды. Осы Айда мен Нұрдәулет өмірі недовольная, білмегеніне ешкім кінәлі, не үшін жұлынып отыр. Нұрдәулет көтере алмай қалды, аз бал жинаған. Осы екеуі не болмады, не қоймады. Нұрдәулет неменеге жабысып алған осы Айдаға, ойбай Айда, не болды сонша жұлынып, қабағыңды түйіп тегі. Сені ешкім қинап әкеліп отырған жоқ қой, бір өзінше болдың ау, деп жарыса жазды желі қолданушылары. Нұрдәулет бүгін Ханзада байқауында өте аз ұпай жинағанын естеріңізге саламыз. Альмира ханымның сұрақтарына жауап бере алмады. Ол өткен эфирде ең жоғары ұпай жинаған болатын. Бүгінгі жарысқа ренжіген Нұрдәулет баламыз Айдамен де ұрысып жатыр. Сондықтан ол Ханзада байқауына қатысудан бас тартты. Қалай болғанда да Нұрдәулет пен қызымыз Айда татуласып, Ханзада байқауына жақсы көңіл күймен қатыссын. Біз оларға сәттілік тілейміз.